жаңағы цифрлық ресурстар, платформалардың барлығы әрине де бар, олар қолжетімді, осыны пайдаланса, өте сапалы деңгейде жасалған YouTube каналдарында дағы бар материалдарды пайдалана алады. Қазақстандық цифрлық ресурстардың да бәрін пайдаланып сабағын жүргізді. Жалпы бұның барлығы да неғұрлым оқушыға осы бүгінгі қашықтық жағдайында өте қолайлы жағдаймен сапалы білім беру. Осыған жұмыс істейтін ресурстардың барлығы да бүгін пайдасын тигізеді білімге. Қараңызшы, Шолпан Тағатқызы, мысалы Zoom бағдарламасын жалпы кейбір сынып жетекшілері бейнеконференцияға шығу міндетті деп жатыр екен. Ал кейбір мысалға балалар қысылуы мүмкін, қосыла алмауы мүмкін, немесе ол бірден интернеттің жүру жылдамдығына әсер етуі мүмкін, эфирге шығу. Осы тұрғыда қаншалықты міндетті, мысалы, жаңа сіз айтып отырсыз, яғни мүмкіндігінше еркін форматты қолданады, еркін кесте болады деген сияқты тұрғыда келтіріп отырсыз. Zoom конференц байланыс арқылы сабақтарды жүргізуді мұғалімдер осы күні тәжірибесіне енгізді. Оны айтып кету керек. Өйткені мұғалімдер үйреніп жатыр, шыңдап жатыр өздерінің педагогикалық шеберліктерін. Бұл олар үшін тағы да бір қажет тәжірибе. Бірақ біздің бүгінгі байқап отырғанымыз, кешегі сынама сабақ кезінде көргеніміз, бүгінгі күні Zoom-да осы сабақтарды жүргізуге барлық қазақстандық көлемде мүмкіншілік бермеді. Бермеді, өйткені интернеттің жетуі, қолжетімділігі өте қиын жағдайда болды. Мұғалімдер де оқушылар да кіре алмай, не болмаса сабақтың басында кіре алса орта кезінде үзіліп кетіп, байланыстың толыққанды дұрыс болмауының арқасында сәтсіз аяқталып жатқан да тұстар болды. Әсіресе ауылдық жерлерде. Қаланың орталығындағы интернет байланысы негізгі басқа уақыттардың өзінде сапалы болып тұрған жағдай болатын болса, ал енді интернет өздеріңізге белгілі әр жерде әртүрлі. Сондықтан ауыл жағдайларындағы шалғай жерлерде бұл пайдалану мүлде мүмкін болмады. Оның барлық интернетке байланысты. Сондықтан біз қазіргі күні онлайн форматтан гөрі басқа әдістермен біз ұсынып отырған